Линияс дорамасы қызыл сызық тағдыр ма, әлде иллюзия ма? Сәлем, достар. Бүгін мен сіздерге 2025 жылдың ең ерекше дорамаларының бірі линия жайлы шолу ұсынамын. Бұл дорама жай ғана детектив емес. Бұл адамның ішкі әлеміне терең еніп, махаббат пен құпияның шекарасын өшіріп тастайтын ақыл-ой ойыны. Оқиға желісі ерекше. Адамдардың арасында пайда болатын қызыл сызықтар. Олар көзге көрінбейді, бірақ кейбір адамдар сол сызықтарды көре алады. Бұл сызықтар интимді байланыстардың, құпия қарым-қатынастардың ізін көрсетеді. Бірақ сол сызықтар неден пайда болады? Олар шын мәнінде тағдыр ма, әлде адамның күнәсі мен шешімдерінің көлеңкесі ме? Басты кейіпкерлер: Хан Джи-ук, мықты детектив, еш нәрсеге сенбейтін, бірақ шындықты іздейтін адам. Кю Джин, мектеп мұғалімі, өз өмірінде жұмбақ өткеннен қашып жүр. Хён Хоп, ерекше қабілетке ие қыз. Ол қызыл сызықтар. Кейіпкерлерден өзіңді іздейсің. Егер сіз психологиялық драмалар мен шынайы эмоцияларды жақсы көрсеңіз, міндетті түрде көруге кеңес беремін. Линияс жай дорама емес. Бұл біз байқай бермейтін, бірақ күнде кездесетін адамаралық сызықтар туралы кино. Қарапайым адамдардың ішкі дүниесін ашатын, терең мағынасы бар картина. Оны көріп болған соң, өз өміріңіздегі сызықтарды байқап көргіңіз келетініне сенімді.